Шет тілін үйренуге көп уақыт пен күш керек деп ойлаймыз, алайда тез меңгеріп, кейін ұмытпай сақтап қалуға бола ма? Гебриэл Вайнер атты америкалық полиглот автор және опера әншісі өзінің «Мәңгі еркін сөйлеу, кез келген тілді тез әрі ұмытпай үйренудің жолы» кітабында дәл осы мәселенің шешімін ұсынады. Вайнердің әдістемесі кез келген тілді жылдам үйреніп, оны ұзақ мерзім есте сақтау үшін ғылыми негізделген тәсілдерге сүйену. Бұл бейнематериалда біз кең аудиторияға түсінікті тілде сол негізгі әдістер мен мотивациялық кеңестерді қарастырамыз. Яғни, фонетикаға ерекше назар аудару, сөздерді визуалды ассоциациялар арқылы меңгеру, интервалды қайталау жүйесін қолдану, жеке флеш-карточкалар жасау секілді техникалық тәсілдерді талдап, тіл үйренудегі дұрыс мотивация мен көзқарас туралы айтамыз. Ендеше, тіл үйренуді тиімдірек ететін бұл әдістерді ретімен қарастырайық. Фонетикаға назар аудару. Алдымен фонетиканы меңгеру миыңызды жаңа тілге бейімдеп, болашақ тіл үйренуді жеңілдетеді дейді автор. Тілдің жаңа дыбыстарын ең басында үйрену арқылы сіз құлағыңызды сол тілдің фонетикалық жүйесіне баулайсыз. Нәтижесінде кейін жаңа сөздерді үйрену, оларды тыңдап түсіну әлдеқайда оңайлайды және акцентіңіз де дұрыс қалыптасады. Вайнер опера әншісі болғандықтан, өзі үйренген әр тілде алдымен дұрыс дыбыстау мен айтылуына мән берген. Мысалы, жаңа тілді үйренгенде жұптар тәсілін қолдануға болады. Мағынасы әртүрлі, бірақ дыбысталуы өте ұқсас сөздерді тыңдап, айырмашылығын ажыратуға жаттығу. Бұл миыңызды бұрын естіп үйренбеген жаңа дыбыс айырмашылықтарына бейімдейді. Мәселен, ағылшынша шеп, кеме және шип, қой сөздерінің айырмашылығын, немесе француз тіліндегі үй немесе оу дыбыстарының ерекшелігін естуге талпыну. Дыбыстарды дәл ажыратып, дұрыс айтуға ерте көңіл бөлсеңіз, сөздерді бұрмаламай, дұрыс жаттайсыз. Жаңа сөздердің жазылуын емес, қалай естілетінін біліп бастайсыз. Бұл оқығанды түсінуге де, тыңдағанды түсінуге де көмектеседі. Акцентіңіз басынан бастап дұрыс болады, кейін оны қайта түзеудің керегі болмайды. Визуалды ассоциациялар, аудармаға емес, бейнеге сүйену. Шет тіліндегі сөздерді еске сақтауда аудармаға тікелей сүйенбеу өте маңызды. Яғни жаңа сөзді өз ана тіліңізге аударып жаттау орнына, оны бірден бейне, сезім, не түсінікпен байланыстырып үйреніңіз. Гебриэл Вайнердің айтуынша, оның жасаған флеш-карточкаларының ешқайсында ағылшынша аударма болмаған. Ол әрқашан шет тіліндегі сөзді бірден сурет пен бейнемен байланыстырған. Мысалы, сіз Apple деген ағылшын сөзін қазақша алма деп жаттаудың орнына көз алдыңызға қызыл алманы елестетіп, сол алмаға Apple деген белгі іліңіз. Немесе оны суретпен көріп, дәмін елестетіп, иісін сезінгендей болыңыз. Сонда бұл жаңа сөз сіздің өз тәжірибеңізбен ұштасады. Осылайша Apple дегенде миыңызда бірден алма бейнесі пайда болады. Қазақша аудармасын ойламай-ақ түсінетін боласыз. Бұл әдісті қолдануға көмектесетін қарапайым тәсіл суреттерді пайдалану. Жаңа үйренген әр сөзіңізге Google Images секілді іздеу жүйесінен сурет қарап көріңіз. Мысалы, испанша libro деген сөзді үйренсеңіз, libro деп іздеп, кітаптың суреттерін көріп, оны есте сақтаңыз. Көбіне визуалды жадымыз мықты. Мысалы, адамға үздіксіз 10 мыңдаған суретті көрсеткен. Кейін соның 80%-дан астамын қайдадан есіне түсіре алған. Демек, көру арқылы есте сақтау қабілеті керемет. Оны тіл үйренуге пайдаға асырған жөн. Әрбір жаңа сөзді суретпен байланыстырсақ, ол сөз санада нақты затпен немесе түсінікпен бекіп қалады. Тіпті абстрактылы ұғымдарды да қызықты визуалды образдармен есте қалдыруға болады. Екіншіден, жаңа сөзді тек суретпен емес, жеке тәжірибеңізбен де байланыстырыңыз. Мысалы, кофе сөзін оқысаңыз, бірден өзіңіз таңертең ішетін кофеңізді, оның иісі мен дәмін елестетіңіз. Немесе белгілі бір естелік, мысалы, достарыңызбен кофеханада отырған кезде ойға алыңыз. Осылайша, сөзге жеке эмоция немесе естелік жүктеледі. Миымыз жеке тәжірибемен байланысқан ақпаратты әлде қайда жақсы сақтайды. Жеке эмоциялық байланысы бар ұғымды есте сақтау қарапайым жаттағаннан 50% жеңіл болады деп көрсетеді. Аудармаға жүгінбеу, тілде тікелей ойлау дағдысын дамыту үшін маңызды. Егер әр сөзді ана тіліңізге аударып барып түсінсеңіз, миыңыз екі тілде бірдей жұмыс жүргізеді де, шет тілінде еркін ойлау қиындайды. Ал сөзді бірден образбен, сезіммен ұштастырсаңыз, сол тілдің өзінде ойлана бастайсыз. Вайнер кеңесі бойынша
Тіпті жасап жатқан оқу карточкаларыңыздың бір жағына сурет салып, екінші жағына тек үйреніп жатқан тілдегі сөзді жазып, ешқандай ана тіліндегі аударманы қоспаңыз. Мысалы, карточкаға иттің суретін қойып, артқы жағына dog деп жазсаңыз жеткілікті. Ит деп қазақша қоспаңыз. Бұлайша аудармасыз үйрену сізді біртіндеп сол тілде ойлауға икемдейді. Әрі сөздерді тілге тиек, жүрекке жақын қылып бекітеді. Интервалды қайталау. Жаңа сөздерді, ережелерді тез ұмытып қалмау үшін Вайнер интервалды қайталау жүйесін қолдануды ұсынады. Мұны қарапайым тілмен араға уақыт сала отырып қайталау деп түсіндірсек болады. Яғни бір ақпаратты алғаш үйренгеннен кейін белгілі бір уақыт өткен соң қайталап отыру керек. Бірақ әр қайталау арасындағы интервалды бірте-бірте ұлғайтып отырасыз. Арнайы компьютерлік немесе мобильді қосымшалар арқылы сізге бұл жұмысты жеңілдетуге болады. Мәселен, бүгін бір жаңа сөзді үйренсеңіз, бағдарлама оны сізге бірнеше сағаттан соң қайта көрсетеді. Содан соң, бір күннен соң тағы көрсетеді. Сосын 3 күннен кейін, аптадан кейін деген сияқты сіз ұмыта бастаған сәтте есіңізге салып отырады. Бұл әдіс ғылымда өте тиімді деп танылған. Себебі адам миы ұмытуға бейім. Алғашқы үйренген күні қайталамасаңыз, ақпарат тез өше бастайды. Ал енді дәл ұмытар алдында жаңғыртсаңыз, ми оның маңыздылығын түсініп, ұзақ мерзімдік жадыға жіберуге дайын болады. Интервалды қайталау жүйесінің артықшылықтарын Вайнер нақты сандармен келтіреді. Мысалы, бар болғаны күніне 30 минут бөліп, осы әдіспен оқысаңыз, 4 айда шамамен 3600 карточкадағы мәліметті 90-95% дәлдікпен есте сақтай аласыз. Яғни, мыңдаған жаңа сөздер мен сөйлем үлгілерін миыңызда берік қалдыруға болады. Бұл кәдімгі жаттаудан әлде қайда тиімді. Маңыздысы, мұнда ми ақпаратты белсенді түрде еске түсіруге мәжбүр болады. Сіз карточканың бір бетіндегі сұрақты көріп, жауапты есіңізден шығарып айтуға тырысасыз. Мұндай белсенді еске түсіру кезінде ми нейрондары арасындағы байланыс күшейіп, ақпаратты қайта шақырып алу жолы жеңілдейді. Ал тек кітапты қайталап оқи беру немесе сөзді қайта-қайта жаза беру пассивті тәсіл. Миға ондай салмақ түсірмейді де нәтижесі әлсіз болады. Сол үшін қарапайым қайталау орнына өзіңізді тексеру арқылы қайталаған өте пайдалы. Интервалды қайталау жүйесін қолдану үшін бүгінде дайын қосымшалар көп. Бірақ олардың бәрінің логикасы осы: қиындық тудырған сұрақты жиірек көрсету, оңай есте қалатынын сирегірек көрсету. Сөйтіп, әркім өзі қиналатын тұстарын көбірек пысықтайды. Мысалы, сізге неміс тілінің артикльдері қиын болса, бағдарлама сол карточкаларды қайта-қайта алдыға шығара береді. Ал оңай есте сақтаған сөздеріңіз көпке дейін шықпай, біраз уақыт өткенде бірақ сұралады. Нәтижесінде уақытыңызды үнемді пайдаланып, тек қажет мәліметті ғана қайталайсыз. Осындай ақылды жүйемен оқыған адам аз уақыт жұмсап, көп нәрсені ұзаққа дейін ұмытпай сақтай алады. Жеке карточкалар жасау және қолдану. Вайнер әдістемесінің жүрегі флеш карточкалар. Бірақ ол дайын карточка пакеттерін сатып алуға немесе біреуден алып пайдалануға кеңес бермейді. Ең тиімдісі карточкаларды өзіңіз жасау. Автордың пікірінше, өзіңіз жасақтаған жеке картотекаңыз сізге тура бағытталған мықты құралға айналады. Себебі біріншіден карточка дайындау барысында сіз ақпаратты бір рет өңдеп шығып, оған миыңызда логикалық байланыстар құра бастайсыз. Екіншіден, өз қызығушылығыңыз бен қажеттілігіңізге қарай икемдейсіз. Мысалы, сізге күнделікті өмірде қажет сөздерге көбірек көңіл бөлесіз. Белгілі бір тақырыпты көбірек қамтып, ал өзіңіз білетін тұстарды аздау қосасыз. Үшіншіден, карточка жасау шығармашылық процесс. Ол да оқу процесін көңілдетеді. Вайнер былай дейді: карточкаларды өз қолыңмен жасау өте қызықты іс. Өзіңіз үшін өзіңізді қызықтыратын дүниелерді үйреніп, жаңалық ашып, оны өзіңіз қарастырып жатқандай боласыз. Шынында да, дайын материалды тек оқығаннан гөрі өзіңіз шағын материал дайындасаңыз, ол сізге бір жобамен айналысқандай әсер береді де, ми сол ақпаратты маңызды деп қабылдап, жақсы сақтайды. Карточка жасау кезінде визуал, аудио және мәтін секілді түрлі элементтерді пайдалануға болады. Мысалы, жаңа сөз үйренсеңіз, бір карточкаға сол сөздің суретін қойып, екінші жағына сол сөздің шет тіліндегі мәтіндік анықтамасын жазуға болады. Не аудармасын, бірақ жоғарыда айтқанымыздай аудармасыз болғаны тиімдірек. Келесі бір карточкаға сол сөздің дыбыстық жазбасын қосып, артқы бетіне сөзді жазып қойсаңыз, бұл есте сақтау қабілетіңізді тексереді.
тағы бір карточкада сол сөзді қолданған қарапайым сөйлемді беріп, ішінен түсіп қалған орынды толықтыруды сұрауға болады. Бұл грамматикалық тұрғыдан тексереді. Осылайша бір сөзге қатысты бірнеше қырынан білімді бекітуге болады. Әрине, мұның бәрін бірден жасау міндетті емес. Сізге қолайлы бір-екеуін таңдап, карталарыңызды түрлендіріп отырыңыз. Ең бастысы, олар сіз үшін түсінікті және пайдалы болуы керек. Тағы бір мысал, жеке қызығушылықты пайдалану. Егер сіз футбол жанкүйері болсаңыз және испан тілін үйреніп жүрсеңіз, онда футбол тақырыбына байланысты сөздерден арнайы карточка жасап көріңіз. Доп, қақпа, шабуылшы, гол соғу сияқты сөздерді суретімен қосып, шағын сөйлемдермен тіркеп шығыңыз. Бұл сізге әрі қызық, әрі нақты қажет лексика болады. Осылайша ішіңіз пыспай, шабытпен үйренесіз. Автордың айтуынша, негізінен жиі қолданылатын 1000 сөзден бастау керек. Одан соң өзіңізге керекті сөздерді үйренген дұрыс. Яғни, әр адамның сөздік минимумы өз өміріне, қызығушылығына сай бейімделуі тиіс. Карточкаларыңызды да сол бағытта жаңартып отырыңыз. Біреуіне сүйікті фильмдеріңіздің цитатасын жазсаңыз, біреуіне таныстарыңыздың есімдерін сол тілде жазып қойсаңыз болады. Бәрі тек сізге түсінікті, жеке ассоциациялар арқылы бекісе, нәтижесі мықты болмақ. Мотивация және тіл үйренудегі көзқарас. Кез келген әдіс нәтиже беру үшін дұрыс мотивация мен позитивтік көзқарас қажет. Fluent Forever кітабында тек техникалық тәсілдер ғана емес, оқырманның психологиялық дайындығына да мән беріледі. Вайнердің ең басты айтатын пікірі тіл үйренуді қызықты бір ойынға айналдыру. Біз қызыққа кенеліп ойнап үйренгенде әлдеқайда жақсы нәтиже көреміз дейді. Шынында да, егер оқу процесі сізге рахат сыйласа, миыңыз оны міндетті жұмыс деп емес, ермек ретінде қабылдап, ақпаратты еркін қабылдайды. Сондықтан өзіңізді мәжбүрлеуден бұрын тіл үйренудің қызығын қабылдаңыз. Мысалы, Вайнер күн сайын 30-60 минутын смартфонда ойын ойнап, немесе теледидар қарап өткізсе, соның өзін шет тілінде жасайды екен. Яғни, телефонындағы ойындарын, сериалдарын үйреніп жатқан тілінде көріп, уақытын көңілді өткізе отырып, тілді дамытады. Күнделікті ойыныңызды, киноңызды сол тілге ауыстыру арқылы сіз әрі көңіл көтересіз, әрі тілді үйреніп алғаныңызға қуанып отырасыз. Тіл үйренуді ойынға айналдырайық, деп ұсынады автор. Мотивацияны жоғалтпау үшін тағы бір кеңес: қателіктерден қорықпау. Жиі қателесу процестің белгісі. Өйткені қате жіберсеңіз, ол сізге бір нәрсені үйретеді. Сол қателерді түзете отырып, тілді шыңдайсыз. Өз-өзіңізді сынауға шамадан тыс берілмеңіз. Әр қате үшін тоқтап қалмаңыз. Бұл ойды автор былайша тұжырымдайды: тілді жетік меңгеру барлық сөзді, барлық ережені білу деген емес. Маңыздысы ойыңды бөгелмей жеткізе алу қабілеті. Демек, сөйлем құрамын немесе бір сөзді білмей қалсаңыз да, басқа жолмен айналып өтуді үйреніңіз. Сөйлеуді, жазуды тоқтатпаңыз. Тілді пайдаланғанда ұялшақ болмау керек. Сөйлесеңіз де, қате сөйлесеңіз де, практиканың өзі сізді жетілдіреді. Сонымен қатар, тіл үйренуді күнделікті әдетке айналдыру мотивацияны тұрақтандырады. Күн сайын аздап болса да уақыт бөліңіз. Тіпті 15-20 минут болсын да. Бір қалыпты рутинаны сақтасаңыз, үлкен материалды бөлшектеп меңгеру оңайлайды. Мысалы, автордың өзі де жұмысқа барар жолда метро ішінде 1 сағатын күніне арнап флеш карточкаларын қайталап отырған. Тіпті сол қысқа уақытты ұтымды пайдаланып, 7 аптада 3000-ға жуық жаңа сөзді және негізгі грамматиканы үйреніп алғанын айтады. Көрдіңіз бе? Тұрақты шағын әрекеттердің күші үлкен. Сіз де уақытыңызды табыңыз. Таңертең жолда кетіп бара жатып, аудио сабақ тыңдаңыз. Түскі үзілісте телефоныңыздағы карточкаларыңызды бір қарап шығыңыз. Кешке сүйікті сериалыңыздың бір эпизодын үйреніп жатқан тіліңізде көріңіз. Осындай қызықты дағдылар жинақталса, міндетті түрде нәтижесін сезінесіз. Сондай-ақ өзіңізді тым қатал сынға алмаңыз. Вайнердің пікірінше, әркімнің де жалқаулық қасиеті бар, бірақ оны пайдалы жаққа шығарыңыз. Жалықтырмайтын тиімді әдісті таңдаңыз. Артық нәрсені қайталамаңыз дейді. Расында, бір әдіспен қиналып жатсаңыз, өзіңізге ұнамайтын жолмен оқысаңыз, көп ұзамай тастап кетуіңіз мүмкін. Оның орнына оңай әрі қызықты әдістерді, жоғарыда айтылған флеш-карта, ойын, фильм, ән сияқты тәсілдерді қолданып, оқу процесін жеңілдетіңіз. Тиімді әдіс – ол сіз тұрақты айналысатын әдіс. Сондықтан мотивацияны сақтау үшін оқу жоспарыңыз өзіңізге ләззат сыйлайтын болсын. Ақырында тілді өміріңіздің бір бөлшегіне айналдырыңыз. Сіз шет тілін үйреніп жүріп, тек оқулықпен шектелмеңіз. Ән тыңдаңыз, шағын мәтіндер оқыңыз, әлеуметтік желіде сол тілде жазылған қызықты парақшаларды көріп оқыңыз. Мысалы, ағылшын тілін үйренсеңіз, ұнайтын тақырыптарыңыз бойынша ағылшынша YouTube каналдарын қараңыз,
немесе футбол жаңалықтарын ағылшынша оқып көріңіз. Өзіңізге қызық контентті сол тілде тұтыну арқылы сіз байқамай тілдік ортаға кіресіз де көптеген жаңа сөздер мен тіркестерді табиғи жолмен үйрене бересіз. Вайнер әрбір роман көлеміндегі кітапты оқыған сайын сөздік қорыңыз өздігінен 300-500 сөзге өсетінін айтады. Демек, сіз сүйіп оқитын жанрдағы бір кітапты сол үйреніп жатқан тілде оқып шықсаңыз, сөз байлығыңыз еселеніп қана қоймай, грамматиканы да бойыңызға сіңіресіз. Ең бастысы, бұл процестен шаршамай, керісінше рахат аласыз. Өйткені оқып жатқан дүниеңіз сізге қызық. Қорытынды. Гэбриэл Вайнер ұсынған тәсілдер кешені алдымен фонетиканы меңгеру, аудармасыз тікелей ойлауға үйрену, интервалды қайталау жүйесімен есте сақтау, жеке оқу карточкаларын жасап, оларды пайдалану және оқу үрдісін қызықты ойынға айналдыру. Кез келген адамға жаңа тілді жылдамырақ үйренуге және оны ұзақ уақыт ұмытпай сақтауға көмектеседі. Егер біз аталған тәсілдерді қолданатын болсақ, кез келген жаңа тілді үйрену қолға оңай түсіп, нәтижесі көңіл қуантады. Ендеше тіл үйренудегі сапарыңызға сәттілік тілейміз. Дұрыс әдістермен қаруланып, сіз де таңдаған тіліңізде еркін сөйлейтін, әрі оны мәңгі ұмытпайтын деңгейге жете аласыз.